Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. 8 сынып физика Кронгурт кітабынан 42-43 беттегі 4-ші жаттығуды орындайтын боламыз. Бірінші есеп: температурасы 20 градус Цельсий, массасы 500 грамм суға температурасы 60 градус Цельсий болатын 1,5 килограмм ыстық су қоссақ, орныққан температураны анықтаңдар дейді. Бізде жалпы жылу балансының теңдеуі Q алынған жылу мөлшері тең болады Q берілген жылу мөлшеріне. Біздегі алынған жылу мөлшері ол S1 M1 тетта минус Т1 болады. Бұл жердегі тетта орныққан температура. S2 M2 Т2 минус тетта. Енді біздегі екі жақта да су болғандықтан S1 S2 бірдей болады, қысқарып кетеді. Енді бұл жердегі M1 0,5, мына жерде тетта өз қалады, Т1 20 градус, M2 деп отқанымыз ол 1,5, Т2 деп отқанымыз 60 азайтылған тетта. Енді осыны есептейміз. 0,5 тетта азайтылған 10 тең болады. 1,5-ті көбейтеміз 60-қа. 90 азайтылған 1,5 тетта болады. Сонда 0,5 тетта қосылған 1,5 тетта тең болады 100-ге. Бұл деген сөз теттамыз 50 градус Цельсий болады екен. Орныққан температура 50 градус Цельсий болады. Келесі: массасы 5 кг тастың 2 градус Цельсийға салқындау кезінде бөлінетін жылу мөлшері 4,2 килоджоуль. Тастың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңдар деген. Жалпы Q тең SM дельта Т бойынша тастың жылу сыйымдылығы S болады. Бұл жерде ол QM бөлінген дельта Т болады. Біздегі Q деп отқанымыз 4,2 көбейтілген 10-3 дәрежесі, массамыз 5-ке тең, дельта Т деп отқанымыз 2-ке тең болады. Бұл деген сөз 420 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий болады. Келесі: массасы 20 кг, температура 20 градус Цельсий, суға қайнап тұрған су құйылды. Массасы 20 кг, температурасы 27 градус Цельсий, суға қайнап тұрған су құйылды. Нәтижесінде 60 градус Цельсий температура орнықты. Қайнаған судың массасын анықтаңдар дейді бізге. Жалпы қайнаған судың массасын анықтауымыз қажет. Бізде былай болады. Мынаны біз M1 деп белгілейік, бізге M2-ні табу керек, қайнаған судың массасын. Былай болады бізде. Жылу балансының теңдеуі Q берілген тең болады Q алған жылу мөлшерге. Бізде берген жылу мөлшері ол S2 M2 Т2 минус тетта болады. Тең болады. Мынау бізде S1 M1 тетта минус Т1 болады. Енді бізде былай болады бұл жерде. Мына жерде екеуі де су болғандықтан мынау S1 мен S2 қысқарады. Біздегі масса екіміз бұл қайнаған судың массасы, Т2 100, орныққан температура тетта 60-қа тең, M1 деп отқанымыз 20, тетта бізде 60, азайтылған бізде Т1 деп отқанымыз 27. Енді осыны есептейміз. 100-ден 60 азайтсақ 40 M2 тең болады. 60-тан 27-ні азайтатын болсақ, ол бізде 33, 33-ті 20-ға көбейтеміз. 660 болады екен. Сонда масса екіміз 660-ті 40-қа бөлгенге тең. 16-да 5 килограмм болады екен қайнаған судың массасы. Массасы 0,1 килограмм, температурасы 7 градус Цельсий суға массасы 42 грамм және температурасы 127 градус зат салынды. Нәтижесінде 17 градус температура орнығады. Дененің меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңдар деген. Ең бірінші бізде жаңағы жылу балансының теңдеуі Q берілген тең болады Q алынғанға. Бізде берілген жылу мөлшері ол S2 M2 Т2 азайтылған тетта тең болады. Алынған жылу мөлшері ол бізде S1 M1 тетта минус Т1 болады. Бұл жердегі S2-ні бізге табу керек. S2 сонда тең болады. Міне S1 M1 тетта минус Т1 бөлінген
m2 t2 минус тетта. Енді орындарына қойып есептейік. Біздегі S1 деп отқанымыз ол суғы. Судыкі бізде 4200-ге тең болады. Судың массасы 0,1 көбейтемін. Тетта минус Т1. 17-тен 7-ні азайтатын болсақ 10 болады. Біздегі масса 2-міз 42 көбейту 10-ның минус 3. Т2 азайтылған тетта 127-тен азайтамыз 17-ні, ол бізде 110 болады. 909 джоуль килограмм көбейтілген градус Цельсий болады екен. Келесі. Массасы 2 килограмм, температурасы 20 градус Цельсий, суға массасы 100 грамм, температурасы 80 градусқа дейін қыздырылған жезден жасалған білекше және массасы 200 грамм, температурасы 90 градус Цельсий алюминийден жасалған білекше салынды. Қандай температура орнығады дейді. Бізде ең бірінші Q алынған жылу мөлшері тең болады Q берілген жылу балансының теңдеуі. Бізде алынған жылу мөлшері су жылу мөлшерін алады өзіне. S1 M1 тетта минус Т1 болады. Берілген жылу мөлшері. Бізде екі нәрсе жылу беріп жатыр. Ең бірінші бізде жезден жасалған білекше. Ол M2 S2 Т2 минус тетта. Оған қосамын. Одан кейін бізде алюминийден жасалған білекше M3 S3 Т3 азайтылған тетта болады. Енді осыны біз есептеуіміз керек. S1 судыкі 4200, масса 1 бізде 2-ке тең. Теттаны табу керек бізге. Т1 деп отқанымыз 20-ға тең болады. Масса 2 деп отқанымыз ол 0,1. S2 деп отқанымыз 380. Т2 деп отқанымыз 100 азайтылған тетта. Қосамын. Біздегі M3 деп отқанымыз 0,2. S3 деп отқанымыз 920. Т3 деп отқанымыз 90 азайтылған тетта болады. Осы жерден енді теттаны бізге табуымыз қажет. 4200-ге 2-ні көбейтетін болсақ, ол бізде 8400 тетта минус 20 болады. 380 0,1-ге көбейтсек 38 100 минус тетта болады. Қосамын. 0,2-ні 920-ға көбейтеміз. 184 90 минус тетта болады. Енді жақшаны біртіндеп ашатын болсақ, бізде былай болады. 8400 тетта азайтылған 168 000 тең болады. 38-ді 100-ге көбейтетін болсақ 3800 азайтылған 38 тетта. Қосамын. 184 90-ға көбейтеміз. 16560 азайтылған 184 тетта болады. Енді тетталарды бір бөлек, сандарды бір бөлек жинаймыз. Сол кезде бізде мынадай шығады. 8622 тетта тең болады 188360-ға. Осы жерден теттаны табатын болсақ, 188360-ды 8622-ге бөлеміз. 21-де 8 градус Цельсий болады. Келесі. Массасы 1 килограмм металл кесегін 23 градусқа қыздыру үшін массасы 0,5 килограмм суды 10 градус Цельсийға қыздыруға қажет жылу мөлшерінде жылу жұмсалды. Металдың меншікті жылу сыйымдылығы қандай дейді. Енді бұл жерде біз Q1 мен Q2-ні теңестірсек жеткілікті болады. Ең бірінші бізде суды қыздырған кезде S2 M2 дельта Т2 деймізді. Ал Q1 дегенде біз S1 M1 дельта Т1 деп жазамыз. Осы жерден бізде S1-ді табатын болсақ, ол S2 M2 дельта Т2 бөлінген M1 дельта Т1 болады. Енді орнына қойса жеткілікті. Біздегі S2 деп отқанымыз 4200, масса 2 деп отқанымыз 0,5 көбейтілген дельта Т2 деп отқанымыз 10, масса 1 деп отқанымыз 1-ге тең, дельта Т1 деп отқанымыз 23 болады. Енді осыны есептейміз. 913 болады екен. Меншікті жылу сыйымдылығы. Келесі. 20 градус температурада алынған 5 литр суды қайнату үшін қанша құрғақ ағаш қажет? Бөлінетін жылу мөлшерінің жартысы суды жылытуға жұмсалады деп қарастырыңдар дейді. Құрғақ ағаш жаққан кезде жартысы ғана суды жылытуға жұмсалады. Значит, бізде құрғақ ағаш жанғанда бөлінетін жылу мөлшері MQ, бұның жартысы ғана суды қыздыруға жұмсалады. Сонда
Біздегі суымыз ол S2 M2 T2 минус T1 болады. Енді қараңыздар, бізде массаны табу керек, құрғақ ағаштың М массасын. Оны табатын болсақ, бұл жерде бізде мынадай форма шығады. 2S2 M2 T2 минус T1 бөлінген Q деген. Енді бұл жерде 2 көбейтілген судыкі 4200. Енді судың массасы, бізде судың тығыздығы берілген және де оның көлем берілген. Ол бізде екеуін көбейтсек 5 кг су болады. T2 азайтылған T1 100-ден 20-ны азайтатын болсақ 80 болады. Ал енді біздегі Q деп отқанымыз 8-де 3 10-ның 6 дәрежесі болады. 404.819 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі болады. Мен бұны жуықтап бұлай жазсам болады. 0-де 404 килограмм деп. Келесі. 39 метр биіктен еркін төмен құлаған қорғасынға шар плитаға соғылғанда оның механикалық энергиясы түгел жылу энергиясына айналды. Осы кезде шар қанша градусқа қызады деп жазды, айтады бізге. 39 метр биіктен еркін төмен құлаған қорғасын шар плитаға соғылғанда оның механикалық энергиясы түгел жылу энергиясына айналды. Осы кезде шар қанша градусқа қызады? Бізде былай болады. mgh ол бізде механикалық энергия теңеседі оның жылу энергиясына, қорғасының S2 m дельта Т. Енді бұл жерде қорғасының массасы өзгермейді. Масса мен массаны қысқартып жіберсек жеткілікті. Енді G деп отқан тұрақты 10-ға тең, биіктігі 39, S2 қорғасындығы 140-ға тең, дельта Т-ны тапсақ жеткілікті. Сонда дельта Т деп отқанымыз ол 390 бөлінген 140 болады. 2-де 7 градус Цельсий немесе жуықтап 3 градус Цельсий деп алуға болады. Келесі. Берілген мәліметтерді қолданып есеп құрастырыңдар дейді. Су 24 градус Цельсий, судың температурасы спирт, массасы 30 грамм спирт, спирттің температурасы 60 градус Цельсий. Мынау S деп отқанымыз судың меншікті жылу сыйымдылығы, Q спирттің жану жылуы, масса 2. Есепті былай құрастырсақ болады. 30 грамм спирт жанған кезде су 24 градус Цельсийдан 60 градус Цельсийға қызды. Судың массасын анықтаңдар деген секілді. Дәл осылай есепті жазып алайық. Бізде S су, M2 судың массасы, T2 азайтылған T1. Ол теңеседі, бізде M спирт көбейтілген Q болады. Осы жерден бізде M2 судың массасын табайық. Ол бізде M спирттің массасы 30 көбейту 10-ның минус 3, Q деп отқанымыз 27 10-ның 6 дәрежесі. Ал енді судыкі бізде 4200 көбейтемін T2 азайтылған T1. 60-тан 24-ті азайтамыз. Ол бізде 36 болады. Енді осыны есептейміз. 0,5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм немесе 5 килограмм болады. Осымен видео сабағы аяқталды. Егер видео сабағы ұнаса каналға тіркел, лайк басып, все қоңыр жасасын басып қой. Видео сабақты достарыңа тарат.